Қазақстан полициясы қанша қаражат алады? Ұлттық қауіпсіздік комитеті ше? Ал әскерге қанша ақша беріп отырмыз? Қорғанысқа кеткен қаржы туралы ашық дерек көздерде не бар? Сіз бен біздің төлеген салығымыздан елдің әскери әлеуетіне жеткілікті ме? Осы және өзге де сұрақтардың жауабын 2-3 минутқа сыйдырып көрейік. Ақшаң болса қалтаңда, қалтаңда да қалтаңда. Ішкі істер министрлігіне жыл сайын шамамен 300 миллиард теңге бөлінеді. Экс-министр Ерлан Тұрғынбаев полиция қызметкерлерінің айлығы аз екенін айта келе, 2023 жылға қарай айлықтың көбейетінін хабарлаған. Демоскоп құқық қорғау органдарына деген сенімділігіне қатысты сауалнама жүргізген. Сауалнама нәтижесіне сай, респонденттердің тек 28% құқық қорғау қызметкерлеріне сенеді, ал 55% әрқашанда сене бермейтінін, кейде олардың өзі де заң бұзуы мүмкін деп жауап берген. Қаңтар қырғыны болған уақытта ұлттық қауіпсіздік комитеттің басшысы Кәрім Мәсімов ұсталып, үстінен қылмыстық іс қозғалды. Ашық дерек көздерде ұлттық қауіпсіздік комитетіне 2016 жылдан 2021 жылға дейін 1,7 триллион теңге қаржы бөлінгенін көре аламыз. Кейінгі жылдары бөлінген қаржысы полиция қызметкерлеріне бөлінген бюджеттен де асып түскен. Стокгольм бейбітшілік мәселелерін зерттеу институты әлем елдерінің әскери шығындар рейтингісін жасады. Қазақстан 2020 жылы жалпы ішкі өнімнің 1,1%-ін қорғаныс саласына жұмсаған. Бұл көрсеткіш рейтингте төменгі елдердің қатарында екенін анықтадық. Көрсеткіштік тәуелсіздік алғалы бері айтарлықтай өзгермеген. Дерек көздерге сенсек, 2020 жылы қорғаныс саласына жалпы ішкі өнімнен Ресей 4,3%-ін, ал Украина 4,1%-ін бөлген. Осыдан қарабақ қорғаныс саласының жайын бағамдай беріңіз. Құрметті оқырман, теңге чектің келесі санын жіберіп алмаңыз. Егер тақырып көңіліңізден шықса, фактчек кезеттен материалымыздың толық нұсқасын оқи аласыз. Әлеуметтік желімізге тіркеліп, видеомызды бөлісіңіздер. Теңге тиыннан құралатынын естен шығармайық.